Келесі 5-те 51-ші есебіміз. Формуласын жазайық. А квадрат минус В квадрат. Ол тең бізде А қосылған В, А азайтылған В. Біріншісі S-тің 6-шы дәрежесі, азайтылған 9, X-тің 4-шы дәрежесі. Бізде дәрежелер көбейтіліп кетеді. Сонда 6-ны 2-ке бөлсек 3-ке тең. Сонда S-тің 3-ші дәрежесі азайтылған 9 қандай санның квадраты, соған қараймыз. Сонда 3x дәрежені 2-ке бөліп жібереміз. Сонда 2-ке тең. Яғни осы сандардың қосындысында жазамыз. Квадрат. Тексеретін болсақ 6 болады S-тің, азайтылған 9, X-тің 4-ші дәрежесі болады. Тура екен. Екіншісін шығарайық. X-тің 4-ші дәрежесі, Y-тің квадраты азайтылған 1. X жазып аламыз, дәрежені 2-ке бөліп жесек 2, Y деп жазып аламыз, дәрежені 2-ке бөліп жесек өзі болады. Азайтылған 1. Дәл осының қосындысы. Келесі үшіншісі бізде 25 А квадрат В квадрат азайтылған 16 X-тің 4-ші дәрежесі. 25-тен бізде 5 шығады. Бірден А дәрежені 2-ке бөліп жесек 1-ге тең. 1-ге тең деп жаздым. В-ны 2-ке бөліп жесек 1-ге тең. Азайтылған 16 бізде 4-тің квадраты. X деп жазам да 4-тен 2 квадратта 2-ке бөліп жіберсем 2-ге тең болады. Енді осының қосындысын жазады екенбіз. В қосылған 4x-тің квадраты. Келесі төртіншісі бізде 100 x квадрат азайтылған Y-тің 8-ші дәрежесі. 100 деген 10-ның квадраты. X жазып қоямын, дәрежені 2-ке бөліп жесем 1 ғана қалады. Y деп жазамын да, дәрежені 2-ке бөліп жесем 4 болады. Енді осының қосындысын жазамыз. Келесі 5-те 52-ші есебіміз. Формуласын жазайық. А квадрат минус В квадрат тең А плюс В, А минус В. Енді біріншісі бізде 81 Y-тің квадраты азайтылған А-ның 8-ші дәрежесі. 81 бізде 9-ның квадраты. 9 деп жазып қоямын. Y деп жазамыз. Квадратты 2-ке бөліп жесек 1-ге тең. Жазылмайды, азайтылған А деп жазамыз да, 8-ді 2-ке бөлетін болсақ 4-ке тең. Енді осының қосындысын жазамыз. 9y қосылған А-ның 4-ші дәрежесі. Екінші есебіміз енді 16x-тің квадраты Y-тің 4-ші дәрежесі азайтылған 81 Z-тің квадраты тең. 16 бізде 4-тің квадраты. X жазып қоям. Квадратты 2-ке бөлсек 1-ге тең, оны жазбаймыз. Y 4-ті 2-ке бөлетін болсақ 2-ге тең. Жазып қоямыз. Азайтылған 81 саны 9-ның квадраты. Z деп жазамыз да, квадратты 2-ні 2-ке бөлсек 1-ге тең. Оны жазбаймыз. Солай жазамыз. Енді осының қосындысын жазайық. Азайтылған 9Z. Бізде дәрежелер көбейтіліп кетеді. Сол себепті 2-ке бөліп жатыр. Түсінікті ол жағы, Енді қосындысы болады. Үшіншісі 25 m-ның квадраты азайтылған 49 n-ның квадраты. 25 бізде 5-тің квадраты. 5 деп жазып аламын. M деп жазып қоям. 2-ні 2-ке бөлсек 1 жазылмайды. Азайтылған 9. Жоқ, 49 бізде 7-ның квадраты. 7 n деп жазып қоямыз. Енді осының қосындысын жазайық. Қосылған 7n. Келесі
төртіншісінің берілген жазайын. 0,49 пидің төртінші дәрежесі азайтылған м квадрат q'дың алтыншы дәрежесі тең 0,49 дегеніміз 0,17-ның квадрат. Пидің екінші дәрежесі деп жазамын, азайтылған м q'дың үшінші дәрежесі. Енді осының қосындысын жазайық. 0,17 пидің квадраты қосылған м q'дың үшінші дәрежесі. Келесі бесінші есебіміз 1 азайтылған 64 а-ның 8-ші дәрежесі. Бірді жазып қоямын. Азайтылған 64 бізде 8-дің квадрат 8 а-ның 4-ші дәрежесі екен. Енді осының қосындысын жазайық. А-ның 4-ші дәрежесі. 6-шы есебіміз берілген жазайын. А-ның 4-ші дәрежесі азайтылған А-ның 8-ші дәрежесі. Бұл дегеніміз А-ны жазып қоямын. 4-ті 2-ге бөлсем 2-ге тең, азайтылған А-ны қайта жазамын да 8-ді 2-ге бөлсем 4-ге тең. Яғни осының қосындысын жазады екен қасына. А квадрат қосылған А-ның 4-ші дәрежесі. Келесі 7-шісі бізде 4-ші дәрежесі, м-ның 6-ші дәрежесі бөлінген 9 азайтылған пидің 4-ші дәрежесі 16 тең. Бірінші жақшамыз м-ның квадраты, н-ның 2-ге бөлсек 3-ші дәрежесі бөлінген 9 бізде 3-тің квадраты. Жазып қоямыз. Азайтылған пи 4-ті 2-ге бөлсек 2, 16 бізде 4-тің квадраты. Енді осының қосындысын жазайық қасына. М квадрат, м-ның 3-ші дәрежесі 3 қосылған пи квадрат бөлінген 4. Келесі 8-ші есебіміз 4 А-ның квадраты х-ның 4-ші дәрежесі бөлінген 25 азайтылған 9 y екен ғой. 9 y-дің 4-ші дәрежесі бөлшектің бөлімге 16. Жақша. 4 бізде 2-ның квадрат. 2 А деп жазып қоямын. Квадратты 2-ге бөлсек 1-ге тең жазбаймыз. Х жазып қоямыз. 4-ті 2-ге бөлсек 2-ге тең. Бөлшектің бөлімінде 25. Ол 5-тің квадраты екен. Азайтылған 3 y-дің 2-ші дәрежесі бөлшектің бөлімінде 4 болады екен. Енді дәл осының қосындысын жазады екенбіз. 2ax квадрат бөлшектің бөлімінде 5 қосылған 3y квадрат бөлшектің бөлімінде 4. Осымен есебіміз аяқталады. Келесі 5-те 53-ші есебіміз көбейткіштерге жіктеңдер деген. Формуласын жазып қояйықшы бізде. А квадрат азайтылған в квадрат ол тең бізде а минус в а плюс в-ға тең. Осы орнына апарып қоямыз. Бұл жерде қараңыздар, біріншісінде а қосылған 2-ның жақша сыртында квадраты азайтылған 1. Яғни 1-дің квадраты 1-ге тең ғой, квадрат деп қойсақ болады мысал ретінде. Мынау а-ға тең, мынау в-ға тең деп қарастырайық. Сонда а-ны жазып алайық. Бірінші жақша а қосылған 2 а-ның орнында тұр. Азайтылған в
азайтылған 1 бізде, азайтылған 1. Екінші жақшамыз А қосылған 2 бізде Амыз, Б'мыз 1-ге тең. Қосылған 1. Бұны орындасақ, А қосылған 1, екінші жақшамыз А қосылған 3-ге тең. Екіншісі 16 минус X қосылған Y-тің квадраты. Ол 4-тің квадраты азайтылған X қосылған Y-тің квадраты деп жазылады. Мынау бізде А-ға тең, мынау бізде Б-ға тең. Сонда формула бойынша 4 азайтылған жақшаның ішінде X қосылған Y деп жазылған. Енді дәл осы қосындысын жасаймыз. 4 қосылған X қосылған Y. Бұл дегеніміз 4 минус X минус Y болады. Бірінші жақшамыз. Минуспен ашып жібереміз. Екінші жақша 4 қосылған X қосылған Y болып екінші есебіміз аяқталады. Үшінші есебіміз Үшінші есеп 5y азайтылған 6-ның жақша сыртында квадраты. Азайтылған 49. Бұл 5y азайтылған 6-ның жақша сыртында квадраты азайтылған 7-ның квадраты деп жазылайық та формулаға саламыз. А-ға тең, мынау бізде Б-ға тең. Сонда 5y азайтылған 6 азайтылған 7 болады. Екінші жақшамыз қосамыз енді осы 7-ге. Қосылған 6 қосамыз 7-ге. Тең, сонда 5y минус 10 3-ге тең екен. Екінші жақшамыз 5y қосылған 1-ге тең болады. Келесі төртінші есебіміз m азайтылған 7-ның квадраты азайтылған 64. m азайтылған 7-ның квадраты азайтылған 64 бізде 8-дің квадраты. Жазып аламыз 8-дің квадраты деп. Формуласына салайық. Сонда m азайтылған 7 азайтылған 8 бірінші жақшамыз, m азайтылған 7 қосылған 8 болады. Сонда m азайтылған 10 13. Так, жоқ, мына екеуін қосыңыз 15 болады екен. 15. Екінші m қосылған 1-ге тең болады. Келесі бесіншісі 16a квадрат минус 4a қосылған 6-ның жақша сыртында квадраты. Яғни 4a-ның квадраты азайтылған 4a қосылған 6-ның жақша сыртында квадрат деп қарастырамыз. Мынау бізде a, мынау бізде b-ға тең. Сонда 4a азайтылған 4a қосылған 6 деп бір жақшаға алайық. Енді дәл осының қосындысына 4a қосылған 4a қосылған 6 тең. Нәтижесін орындайтын болсақ, 4a минуспен ашамыз. Минус 4a қосылған 6. Мынау біздің бірінші жақшамыз. Енді екінші жақшамыз 4a қосылған 4a болады. 4a қосылған 4a қосылған 6 деп екінші жақшаны жазамыз. Енді орындасақ, 4a-лар жойылып кетеді, 6-ның өз қалына қалды бірінші жақшада. Екінші жақшада 8a қосылған 6 болады екен. Оқушылар, мына жеріміз біздің бірінші жағдайда минусты қарастырамыз, одан кейін плюсты қарастырады.
мына жерімізде минус болады екен бізде. Сонда минус 6 болады екен да. Минусын алдық, тура соның екіншісіне плюсын алдық. 6-шыны шығарайық енді. X-тің 6-шы дәрежесі. Азайтылған 2y квадрат азайтылған x кубтың жақшасында квадрат. Енді x-тің 6-шы дәрежесін x-тің кубының квадраты деп жазылайық. Одан кейін азайтылған 2y квадрат азайтылған x кубтың жақша сыртында квадраты. Енді екі жақша қылып жазып алсақ, x куб азайтылған 2y квадрат азайтылған x куб. Бұл бізде бірінші жақшамыз, екінші жақшамыз. Енді арасын қосылып жазамыз. X куб қосылған 2y квадрат азайтылған x куб. Мынада жақша қаласайын. Қазір минус мына жерге әсер етеді. Тең. Сонда бірінші жақша x куб азайтылған 2y квадрат, мына 2 минус плюс болып кетеді, x куб болады. Бір жақша. Екінші жақшамыз бізде дәл солай жазып қоямыз. Куб қосылған 2y квадрат азайтылған x куб. Тең. X кубқа x куб қоссақ 2x куб азайтылған 2y квадрат. 2y квадрат. Бұл бірінші жақшамыз бойынша. Енді мына екеуі жойылып кетеді, көбейтілген 2y квадрат.